Достар, принтерде без V00 ошибка шыққан кезде осы тәсілді істейміз. Бірінші принтерді сөндіріп тастаймыз, сосын отмена кнопкасын басып тұрып, қосу кнопкасын басамыздағы отмена кнопкасын жіберіп, оны 5 рет басамыз, видеодағыдай. Содан кейін барлық кнопканы жіберіп қойып, принтер іске қосылады, жаңа бумага алынады, кішкене принтерден дыбыс шығу керек. Бір сәлден кейін отмена кнопкасын басамыз. Енді менің принтерім бойынша 5 рет басамыздағы қосу кнопкасын басамыз. Басқа принтерлер болса описанияға қалдырып кетем, сол жерде қанша рет басу керектігін көрсетіп қоямын. Осы іс-әрекеттен кейін қазір қағаз шығу керек, көрсететін боламыз сіздерге қандай жазумен шыққанын. Егер де бұл жағдайда принтерларыңыз дұрыс істемесе, қайтадан көресіздер. Яғни 3 рет көру керексіздер, өйткені менің принтерімді 3 рет істегеннен кейін барып қана жұмыс істеді. Міне достар, осындай жазу шығу керек, осыдан кейін принтерім іске қосылды. Достар, видео ұнап жатса арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.